Достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомда мен сіздерге бір көрерменнің сұрауы бойынша осындай рекомендация ретінде молочный мастер атты пребиотик витамин дәріні көрсетейін деп отырмын. Бұл дәріні қозыларға, бұзауларға, лақтарға бәріне беруге болады. Бұл витамин ретінде жүреді. Оның құрамында барлық витаминдер бар. Оны қазір толығырақ айта кететін боламын. Пребиотиктарға өте бай. Бұны сіздерге көбінесе, мысалы қойды сіздер қозыны қойынсыз бақсаңыздар, ол жетім қозы болса, мысалы жетім лақ, патсос бұзаулар секілді, патсос лақтар, патсос қозылар секілдерге беруге болады. Себебі оларға өз шешесілері сияқты сиырдың сүтінен олар ондай витамин ала алмайды. Сол себепті олардың өсуі баяулап, бойы өспей, ылғи іштері өтіп, көп жағдайда өліп қала береді. Сол себепті қазір дамыған заман, сол себепті осындай витамин беруді сіздерге кеңес беремін. Бір осындай упаковкасын алып қойсаңыздар, сол қозы лақтың өсіп жетілгенше осы жетеді. Мен өзім бір лаққа осындай беріп жүрмін қазіргі сәтте. Бұл көбінесе қозлақ, бұзау, тағы жылқының несі, құлыны соларға беруге болады. Бұның құрамында көбінесе құрамы міне көріп отырғаныңыздай өте көп витаминдерге бай. А, D3, Е витамині, В1, В12 өңшен өсуге қажетті витаминдерге бай. Бұл витаминдер жетпесе, мысалы В12 жетпесе, көздің көруі нашарлайды. В1 жетпесе, қозы Мишель секілді басқа да аурулармен ауырады. Бұл соны алдын алады. Кальций сүйегінің өсуіне, тағы да көбінесе кальций, магний, тағы да басқа фосфор секілді, ас тұзы, натрий, хлор, пигмент секілді көптеген витаминдер бар. Барлық қозының өсуіне, мысалы, қажетті витаминдердің бәрі құрамында бар. Сол себепті осыны сіздерге алуға кеңес беремін. Себебі комментарийде көбінесе қандай дәрумендер беруге болады, соны сұрап жатады. Бұны 4 түліктің барлық төліне беруге болады. Және айта кететіні, бұның құрамында гормондар, антибиотиктар, басқа да ГМО секілді зиянды заттар, химикалық заттар жоқ. 100% табиғи. Міне өздеріңіз көргендей манигаш секілді ұннан, тарыдан, құрамына тағы да бор қосылған. Бұның бәрі керемет. Овес, ячмен секілді, кукуруз, барлық комбикорм, тауыққа беретін комбикорм секілді. Бірақ дәрумендер, кальций, бор, тағы да басқа өте қажетті нелер қосылған. Бұны ыстық тағамға салып беруге болмайды. Тек суық күйінде қатты араластыру керек. Сүтке қосып берсеңіз болады, или ботқа секілді пісіріп берсеңіз де болады. Ол өзіңіздің ұстап отырған үйде қозылақ, патсос малыңызға байланысты қалай ол жей алады. Міне минералдар, әртүрлі минерал нелер бар. Микрофлораларды дамуын, асқазан, ішек, тракты, барлық ауруларды емдейді. Шөткізуді қойдырады малдың. Малдың салмақ өсімі артады, денсаулығы жақсарады. Тағы да көптеген нелерге бай. Сол себепті сіздерге осы дәріні, осы препаратты алуға кеңес беремін. Бұл 500 грамдық. Бұдан да үлкендері болады. Ал егер достар сіздер бұндай таппай жатсаңыздар, басқа да осындай бет аптекаларға барып көрсеңіздер, комбикорм деп сұрасаңыздар, для патсос, соскамен сүт беретін малға деп сұрасаңыздар, осындайлар беріп жатады. Бұдан да басқа неше түрлері бар. Ол бағасына қарай әртүрлі болып келеді. Бұдан жартысына дейін беріп боқадым мен. Бұдан қозының бойы біркелкі өсіп, біркелкі дамиды.
Және де бұндай ештеңке бермеймін, табиғи өседі десеңіздер, ал уже сіздердің қозыларыңыз шөп жей бастаса, сүт беріп жүрсеңіздер, күнде сүтке бір жұмыртқаңыз ағы мен сарысын араластырып, сүттің ішіне қосып араластырып шайқап берсеңіздер, ол кәдімгідей витамин болады, кальций, тағы да басқа D витамині бар жұмыртқада сол секілді. Сол үшін соны араластырып беріңіздер. Сонда қозы-лақтың өсуі тездетеді, тез өсе бастайды. Міне өнімнің атауы сүттің шебері премиксі. Құрамында пребиотиктердің көбісі бар, дәрумендер бар. Көп адамдар, подписчиктарым менің комментарийде жазып атады, көрермендер, қозым, лағым қанша ай бақсам да бойы өспейді, бойы кішірейіп, құр жалпайып, қарны шығып өсе береді дейді. Сол себепті бойы өспейді деп жатады. Сол себепті осындай дәрумені бар порошок алуды сіздерге кеңес беремін. Тағы да сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мен әрдайым комментарийлерге жауап беремін. Тағы да қандай дәрілер туралы обзор салайын, сонда жаза кетіңіздер.